Grand Chess Tour, Синкфилд Cup, Нодербек Абсотторов, Уэсли Со. D4, At-F6, C4, E6, At-C3, Піл B4, Немцович қорғанысы E3, Акиба Кивелевич Рубинштейннің варианты C5, At G E2. Әрине, Нодербекке ұнамайды мына C3-тегі атты жеген кезде және мына құрылымның бұзылғаны оған ұнамайды. D5, A3, бұлай және DC. DC, піл D2. Бірінші енді байлау әдісінен құтылу және қосымша айырбастауды болдырмау. Рокировка At-G3, B6. Енді қиын шешімдердің бірі, себебі болашақта қаралардың оқшауланған сарбазы пайда болуы мүмкін. Піл C4, BC, мынау енді оқшауланған сарбаз, изолятор деп аталады. Жалпы жартылай ашық жолда орналасқан изолятор ерте ме кеш пе өзінің кемшілігі болады. Өйткені негізгі орталықтағы оқшауланған сарбаз ол бір бөлек, ал мына C жолындағы ол мүлдем басқа. Рокировка уәзір C2, біріншіден сіз екі тураны байланыстырасыз және болашақта мына C5-тегі сарбаздың қал жағдайын білесіздер. Піл B7, тура F-D1. Бұл да өте пайдалы жүрістердің бірі. Міндетті түрде D жолы үшін міндетті түрде күрес болады, соған дайын болу керек. H5. Жалпы мен енді толыққан түсінбей тұрмын, неге Уэсли Со осындай шешім қабылдады. Нодербек Абсотторов енді әлемнің үздік шахматшыларының бірі, және оны осындай іс-әрекетпен жеңу мүмкін емес. H3, H4, ат негізгі орталыққа барды. Бәрібір ұзақ мерзімді осындай мәселе ол оқшауланған сарбаз. Осыны ұмытпау керек. Жедік және піл E4. Тағы бір қиын шешімдердің бірі, бірақ амал жоқ. Өйткені бұл мына жерге келетін болса, онда жағдай ушығып кетуі мүмкін. Сол себепті әрине қаралар бұндай шешім қабылдады. Жедік. Бұл да өте жауапты шешімдердің бірі. Болашақта мына піл міндетті түрде мына аттан мықтырақ болады. Мен сіздерге үнемі айтам, пілді атқа айырбастар алдында өте мұқият болу керексіздер. At F6, уәзір C2, уәзір B6 және уәзір A4. Бірден мынаны ұстап алды және мына жерге айырбастауға мәжбүрлеп тұр. Жедік, At D8 және At C2. Тура C2. Өте дұрыс, өйткені ерте ме кеш пе мына оқшауланған сарбазға міндетті түрде шабуыл жасау. Тағы да бір ескертем, негізгі орталықтағы оқшауланған сарбазбен мына C5-тегі сарбаздармен Б басқа да жолдардағы орналасқан оқшауланған сарбаздардың айырмашылығы ерекше. Бұлай және піл E2. Әрине, ерте ме кеш пе мына үлкен қиғаш жолға өзіміздің пілімізді қоямыз, мына жерге шабуыл жасаймыз деген ойда. Уәзір E4 және тура C4. Айырбастағысы кеп тұрған жоқ. Біріншіден мына сарбаздың кемшілігі көрінеді, мына сарбаздың кемшілігі. Көрдіңіздер ме? Ерте ме кеш пе мынандай шеттегі оң қанат және сол қанаттағы іс-әрекеттерің үшін міндетті түрде жауап бересіз. Бұлай тура A, C1 болды, батареяны құрды және мына сарбаздың қал жағдайын белгілеп тұр. Тура D2 бұлай қарасаңыздар қомағайлар қатарына кірді, бірақ бұндай жүрістермен әлемнің үздік шахматшыларын таңғалдыру мүмкін емес. Тура C5, E5 және тура C2 мына тураға шабуыл жасайды және қомағайлар қатарын бақылауда ұстап тұр. Тура F-D8 және уәзір A5. Керемет жүріс. О бастан осы жүрістерді, осы варианттарды есептеу барысында ол осы уәзір A5 деген іс-әрекетті көрді. Біріншісі мына жерге шабуыл жасау және екіншісі мына жерге шабуыл жасау. At E4, піл F3, әрине мына қомағайлар қатарындағы сарбазды ешкім бермейді. D6, уәзір B4, жедік, At G5. Енді қалған бұл енді аса қиын емес. Енді Нодербек сияқты ойыншылар үшін. Бұлай, жедік, шақ және уәзір C2. Есептейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Сіздер білесіздер, уәзір эншпілінде 3 ереже бар. Бірінші ереже құтылмайтын шақты болдырмау керек. Екінші ереже сіздің уәзіріңіз бүкіл сарбаздарды қорғау керек. Және үшінші ереже өтетін сарбазды ұйымдастыру. Кеттік, осы ережелерді қалай сақтайды екен. Шах, жедік, уәзір D4, шах, жедік және уәзір D4 осымен
ойын аяқталды. Ойын аяқталды, амалсызынан жеуге тура келеді, жейді, және жейді, сіздер байқасаңыздар 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Міне осындай өте тамаша партия.